Бүркіт 40 жыл өмір сүрген соң, оның шеңгелдері ұзарып, жұмсара бастайды да, аң аулауға шамасы келмей қалады. Тұмсығы да ұзарып, қатты иіліп, тамақ жеуде қиындай түседі. Төсі мен қанатындағы қауырсыны қалыңдап, ұшуға кедергісін келтіреді. Осы кезде бүркітте екі таңдау ғана болады екен. Өлім немесе 150 күнге созылатын ұзақ және ауыр өзгерістен өту. Бүркіт таудың қиясындағы ұясына ұшып барып, тұмсығы жарылып түсіп қалғанша тасты шоқи бастайды. Сосын жаңа тұмсығы өсіп шыққанша күтіп, тырнақтарын жұлып тастайды. Тырнақ өсіп шыққан соң, төсі мен қанатындағы артық қауырсындарды жұлып тастайды. Осылайша 5 айлық қиыншылықтан соң, бүркіт тағы да 30 жыл өмір сүруге мүмкіндік алады екен. Дәл солай біз де жаңаша өмір сүруіміз үшін өзгеруіміз керек. Кейде өзгерістер қиыншылық, қорқыныш, күмәнға толы болады. Жаратқанның назары таймай, бәрімізге бақытты ғұмырды нәсіп етсін.